Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге бір жұмыртқамен ғана дайындауға болатын 15 минуттағы жасалатын алмалы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттардың барлығын толық описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді, сұйық майымызды құйып, кішкене былғап аламыз. Енді үстіне електен өткізіп ұнымыздың барлығын саламыз, және де қопсытқышымызды салып жібереміз. Содан соң барлығын біркелкі массасы болғанша араластырып аламыз. Ал енді алмамызды турап бастаймыз. Мен осылай ірі дөңгелек етіп турап шықтым. Және де ортасын осылай қақпақтың көмегімен алып тастадым. Ал сіздер өз қалауларыңызша турасаңыздар да болады. Міне алмамды осылай дөңгелетіп, әп-әдемі етіп турап алдым. Енді табамызды отқа қоймастан бұрын майымызбен жақсылап, осылай барлығын айналасына дейін жақсылап жағып шығамыз. Енді оның үстіне алмаларымыздың барлығын орналастырамыз. Содан соң табамыздың астын жағып, үстіне дайын қамырымызды салатын боламыз. Міне барлығын біркелкі етіп салып, табамыздың қақпағын жауып, орташадан сәл төмен отта пісіретін боламыз. Пирогымыздың ар жағын аударар кезде бетінде осындай көпіршіктер пайда болу керек, және де қамырын ұстап қараған кезде қолымызға жабыспаса, демек пирогымыздың арғы бетін аударып 5 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті, толық суытып, одан кейін осылай қант ұнтағымен әсемдеп қойдым. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.